Шағын және орта бизнесті қалай дамытамыз? Кәсіпкерлер мемлекетті қолдау жайлы неге біле бермейді? Іс бастаған адамның алдынан қандай кедергілер шығады? Бүгінгі талқы осы. Ассалаумағалейкум. Қадірлі көрермен, бұл тікелей эфир, бұл талқы бағдарламасы. Бүгінгі тақырып өзекті. Бүгінгі тақырыпты талқылауға біз мәжіліс депутаты Ержан Бейсенбаев мырзаны шақырдық. Сондай ортамызда даму кәсіпкерлікті дамыту қоры Астана қалалық филиал директорының орынбасары Ақбота Нұрғалиева ханым бар. Және экономист Бауыржан Ысқақов, тағы бір спикеріміз, қазір санаулы минуттардан кейін студиямызға кіруі керек. Құрметті ханымдар мырзалар, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Алдымен енді өздеріңіз мемлекет басшысының жолдауын естідіңіздер. Сол жерде бір цифр айтылды. Оны экранға бізге берсеңіздер, тақырыпқа тұздық болсын, әрмен қарай пікірімізді жалғастырамыз. Сонымен ол жерде айтылған дүниені өздеріңізде естідіңіздер. 2029 жылға қарай орта бизнестің ел экономикасындағы үлесі 15%-ға жетуі керек деді. 29 жылға дейін. Қазір үкіметтің алдында тұрған бұл маңызды міндет, бұл көрсеткіш 7% шамасында. Жолдауды тыңдадыңыздар, Мен тыңдамаған адам жоқ шығар, барлығы тыңдады, көрді деген сияқты. Енді осыдан кейін логикалық түрде мына сандарға қарап тұрып сұрақ туындайды. 2024 жылы 7% болатын болса, 2029 жылға дейін 15%-ға көтереміз дейтін болсақ, орта бизнестің экономикадағы үлесін, шағын және орта бизнестің. Бұл қалай іске асады өзі? Жалпы мүмкін бе? Қалай көтереміз? 5 жылда дәл осы деңгейге жете аламыз ба? Не айтар едіңіздер? Үнсіз қалғандарыңыз арқанда сіздерде күмән бар ма әлде? Жету керекпіз. Негізінде жетуге болады, әрине, егерде нақты бір мақсат қойылған болатын болса. Енді бұл жақта біз әрбір кәсіпкер үшін жауап бере алмаймыз ғой. Нақты былай айтқан кезде әр бизнестің өзінің алдына қойған мақсаттар бар. Жаңағы сол мақсат бойынша, жобалар бойынша қарастыру керек болады. Ал оны әр үлкен салалы бизнестермен қарастырып, кімде қандай алдағы жылдарға қандай мақсаттары бар, экспорт, импорт жағынан, ішкі өнімді жаңа ұлғайту жағынан қандай пландары бар, соны қарастыруымыз керек. Ал негізінде ең бастысы ішкі өнімді біз көбірек шығаратын болсақ, және оны экспортқа шығарсақ, онда бізде пайда көбейеді. Ал қазіргі кездегідей біз шетелден импортты көбірек ал келе беретін болсақ, онда біз жаңағындай 15%-ға дейін жетіміз. Мүмкін емес шаруа дейсіз ғой. Бауыржан мырза, не айтар едіңіз? Енді шағын және орта бизнесті атын атап түсін түстеп тұрғандығының өзі президенттің. Бұл оның әлеуметтік маңыздылығын жоғары екендігін білдіреді. Өйткені ірі бизнеске қараған кезде шағын бизнестің ерекшелігі ол көптеген сыртқы болып атқан әртүрлі өзгерістерге тез бейімделгіштігінде. Және де біздегі қазіргі уақыттағы халықтың соған белсенді араласуына мүмкіндік алуында. Үлкен бизнесқа қалыптасқан қаржысы ірі кәсіпорындар жататын болса, шағын бизнестің ерекшелігі және де соның 7%-дан 15%-ға дейін 5 жылдың көлемінде жету туралы пәрмен қоюдың өзі, ол негізі мүмкін болатын жағдай. Егер де біз 3 үлкен ірі нарықтың заңдылықтарын осы жерде дұрыс қоя білсек, бірінші кезекте міндетті түрде мемлекеттің өзінің қолдауынан басқа, біздегі екінші деңгейлі банктердің осы шағын және орта бизнесті несиелендірудегі үлесін арттыруымыз керек. Өкінішке орай, қазіргі уақытта біздегі маңдайы жарқыраған мықты деген мен деп көрсететіндей банктердің ешқайсысы да осы шағын және орта бизнесті несиелендіруге келген кезде құлықсыз. Оны осы уақытқа дейін айтылып жатыр. Оны арнайы ұлттық банктың жанындағы агенттігінде төрайымның айтқаны бар. Яғни олар құлықсыз. Неге? Өйткені шағын және орта бизнес ол тек қана мемлекеттің ғана қолдауымен жүре беретін болса, мемлекеттің қатысуы үлесі артып кетеді, ол бизнестің заңдылықтарын бұзады. Сол үшін де бұл жерде екінші деңгейлі банктерді тиімді тартуымыз керек. Ол үшін бірінші кезекте жалпы осы біздегі қаржы институтына қатысушы банктердің несиелік портфелінің маңыздылығын ауыстыруымыз керек. Қазіргі банктердің басым бағыты бұл халықты қарапайым тұтынушылық несиемен қамтамасыз етуге жақсы үйреніп алған. Өйткені ол жерде несиелік ставканың дәрежесі жоғары, ол біздің мынау қайта қаржыландыру ставкасының жоғары болғанына байланысты. Екіншіден, оның қайтарымы да жоғары, пайданы тез табуға болатын
сектор ретінде қарастырып отыр. Ал шағын және орта бизнес ол көптеген сыртқы факторларға, мына біздің көршілес импортқа тәуелділігіміз, Ресейге, жаңағы Ресейдің тауарларына тәуелділігіміздің барлығына айналып кеткен кезде, осы шағын бизнесті несиелендірген кезде ойландырып тастайды. Бірақ та кешегі президенттің айтқан жолдауында арнайы банк туралы заңның қабылдануы туралы да айтылды. Бұл осы жаңағы статистикамен тікелей қатысы бар. Егер де біз осыны жуық арада осы қазіргі заманның талабына сәйкес жауап беретін банк туралы заңды қабылдайтын болсақ, онда қазіргі мына экономиканы несиелендірмей жатқан банктерге ол үлкен қозғау салады. Біріншіден. Екіншіден, мына 30 жыл бойы оның былай айтқан кезде тізесі шығып кетті ол заңның. Ешқандай да қазіргі уақыттың талаптарына сәйкес емес. Ол жерде исламды қаржыландыру, қазіргі уақытта әлемнің дамыған мемлекеттерде құстың қос қанаты сияқты екінші тармақ сияқты алып жатқан. Ол бізде жоқ мысалға. Оның кірейін десе, заңның кейбір тұстары оған кіруге мүмкіндік бермей жатыр. Ал банктер олардың дивидендтері де акцияларының өте жоғары болып жатыр, табыстар да жоғары, бірақ сәйкесінше сол несиелендіруге келген кезде өздерінің оң жамбасына келетін заңмен жұмыс жасай беруге мүдделі болып отыр. Сол үшін де мына бірінші кезекте айтатыным осы банктердің үлесін арттыру керек. Екіншіден, ұлттық банк пен үкіметтің арасында тығыз байланыс болу керек. Ұлттық банк тек қана біз мынау базалық ставканы жоғарылатамыз, төмендетеміз деген сияқты ғана бір стандартты түсініктен шығып, қазіргі мынау біздегі қоғамдағы әлеуметтік жағдайға тікелей әсерін тигізетін жұмыстармен айналысу керек. Ол біздегі инфляцияның дәрежесін төмендету. Ол бізде көбінесе ұлттық банктың позициясы, ол үкіметтің шаруасы, үкіметтің негізгі жұмысы деп қана артылады. Сол үшін осы жерде екі ірі ұлттық банк пен үкіметтің арасындағы жұмысы осы инфляцияны төмендету кезінде бірігетін болса, ол да нәтижесін береді. Үшіншіден, біздегі мынау шағын және орта бизнеске қызықтыратындай біздің жергілікті атқарушы органдарында жұмысын жетілдіруіміз керек. Бізде көбінесе ол жоғары жақтан даму сияқты тағы да басқа ірі қаржы институттарынан ғана қаржы бөлумен ғана шектеліп қалады. Ал бізде мысалға облыс әкімдері бар, аудан тіпті қала берді, ауыл әкімдердің өздерінің қатты қызығушылықтары жоқ. Өйткені жаңағындай түсетін салық көбінесе мынау орталықтандырған деп облыстық бюджетке кетіп қалады. Сол үшін төртінші бюджеттің қалыптасуының өзі осы бір олқылықтың орнын табуға мүмкіндік береді. Міне осындай базалық жұмыстар бір қалыпта жасалынатын болса, онда жаңағы 15%-дан да жоғары дәрежеге көтеруге болады деп өзім ойлаймын. Сіз жаңа екі мәселені атап өттіңіз, осы бойынша Ақбота ханым сізді әңгімеге тартқымыз келіп отыр. Ол жалпы екінші деңгейлі банктермен сіздер тікелей жұмыс істейтін қаржылық былайша айтқан кезде қорсыздар. Енді қаншалықты қазіргі таңда кәсіп ашқысы келетін адам банкке бару арқылы белгілі бір тұрғыда жеңілдетілген несиеге қол жеткізе алады. Және де екінші сауалым, сіз енді қалалық әкімдіктен мынау Астана қалалық филиалынан келіп отырғаннан кейін жалпы әкімдіктер мүдделі ме? Шағын және орта бизнестің дамуы үшін мүдделі болатын болса, қандай жұмыстар жасап жатыр? Қор тарапынан өзіміздің банағы шағын орта бизнесті 15%-ға өсіру мәселесі бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Біз қор тарапынан көптеген жобалар қолданып жатыр. Өздеріңіз білетіндей, президент айтқандай бағдарламаларды бәрін біріктіру керек деген талап қойған. Сондықтан ұлттық жоба оған дейін болған. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бәрі біріктіріліп, қазір бірыңғай кешенді бағдарламасы енгізілді. Бұл бірыңғай кешенді бағдарламасы кәсіпкерлерге қолжетімді несие алу және кепілмен қамтамасыз ету арқылы тиімді несие алу мақсаты болып табылады. Сол тарапты даму қорының бағдарламаларының ішінде шағын бизнес несие алған жағдайда ол бір уақыттан кейін 2 жыл төңірегінде орта бизнес несіне буынына өту керек болады. Мен мысалы кәсіпкер делік, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Мен кәсіпкермін мысалға. Екінші деңгейліктен белгілі бір арзандатылған несие алғым келіп тұр. Банкке барған кезде мысалға мен ол жерден жаңағы кәсібім осылай шаруа істегім келіп жатыр деген кезде маған белгілі бір не істейді жаңағы енді документтердің, құжаттардың тізімін береді сізге. Енді ол жерде мен мысалға одобрение алдым
деді, маған рұқсат берді. Одан кейін қадам мен даму қорына барамын да. Даму қорына келесіз. Иә. Даму қоры бағанағы сіздің айтып тұрған жобаңызды қарастырады. Сіздің құрған бизнес жоспарыңызды қарайды, қандай экономикалық тиімділігі барын қарайды. Ол жерде қанша жұмыс орны ашылатынын қарайды, не өндіресіз, қандай бағанағы алға қойған мақсаттарға қалай жетесіз, сол жағына Яғни банк рұқсат бергеннің өзінде де саған түпкілікті даму жаңағы өзінің оң шешім береді деген. Субсидиялау мен кепіл берудің қағидалары бар ғой. Соған сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме, соны қарастырамыз. Негізі біздің қаржыландыру көзінің 6 бағыты бар қазіргі заманда, бағанағы кешенді бағдарлама бойынша. Ол жерде 20 миллионнан бастап 15 миллиард теңгеге дейін несие алуға болады. Енді азаматтар, сіздерді әңгімеге тартқым келіп отыр. Мінекей Ақбота ханым тыңдасақ, ақша бөлініп жатқан сияқты, банкқа азамат баратын сияқты, кредит алатын сияқты, ол субсидияланатын сияқты. Ол жаңағы сұрайтын болсақ, сіздің қолыңызда деректер де бар. Мәселе неде болып тұр? Президент айтады, жыл басында орта бизнесті қолдау үшін нақты шешімдер қабылдау жөнінде тапсырма бердім дейді, кешегі жолдауында. Жан-жақты шаралар қолға алынуы керек еді, алайда іс жүзінде әлі дайын емес деп айтты. Іс жасалып жатқан сияқты, президент айтты, дайын емес дейді. Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша, енді қараңыз, мысалға, әрбір кәсіпкер бір кәсіпті бастаған кезде ол күйіп кетем деп бастамайды ғой, біріншіден. Енді көбінесе кредит алатын кәсіпкер, ол қай кезде кредит алады? Егерде ол жаңадан бастап жатса, біріншіден. Екіншіден, нақты бір, бұл айтқан кезде мақсаты бар болатын болса, сол мақсатқа жету үшін оған қандай да бір уақытқа дейін қаражат керек болады. Ол өзінің есебі бойынша финансовый модель. Сол бойынша қарайды да, қанша жылда оны ақтай алады. Және де қанша пайызбен алды. Ол оған қаншалықты өз-өзін ақтайды дегенге мысалға санап көретін болса, ол кезде ол кредит алуға келуге болады, қарастырсақ. Бірақ та көбісінде, бұл айтқан кезде, жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерде қаржылық білімі аздау болады. Олар жаңа кредит алам, үйстем, осынша уақытта өз-өзін ақтайды, кредит жауып болғаннан кейін ары қарай таза пайдамен көрем деген сияқтыға келеді. Бірақ ол жерде бізде жаңағындай непредвиденный расходы дейді ғой, шығындар. Сол шығындар саналмай қалады, біріншіден. Екіншіден инфляция бар. Үшіншіден жаңағы ол товарды қай жерден алады товарды. Кейбіреулер бар, осы Қазақстанның ішінде ішкі нарықтан алатындар бар, және сырттан алып келетіндер бар, импортты. Енді импорттан алып келгеннен кейін ол доллардың курсына байланып тұрғаннан кейін доллар әрдайым ойнап тұрады. Соған байланысты онда алдын ала есептемегеннен кейін бұл жерде минусқа кетіп қалуы мүмкін. Жалпы негізінде менде дамуға ешқандай сұрағым жоқ. Бұл жерде мемлекеттің мысалға көмек көрсететін, басқа да бөлінетін қаражаттар көп. Казинвест, Казиндустрий, Казахэкспорт, тағы да сол сияқты басқа жаңағы мемлекеттен көрсетілетін көмектер бар. Ол жерде жаңа кредит қана емес, мемлекеттен берілетін қайтарымсыз қаражат бар, көмек. Ол туралы жалпы енді ұлттық экономикадан адамдар келсе, немесе бәйтеректің өзінен келсе, жақсы бір біздің есігіміз қашанда ашық, депутат мырза. Біз ұлттық экономика министрлігінде шақырдық, көріп отырса өтірік айтқызбайды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында шақырдық, бәйтеректе шақырдық. Есігіміз қашанда ашық. Бірақ енді бірі сапарға шығып кетеді, бірінде қазақ тілді спикер табылмайды деген сияқты. Сол ғой, өзіміздің қазақ тілін білмей бұл жерде келмеу деген енді кішкене ұяттау нәрсе шығар. Жалпы жаңағы сөзімді аяқтасам, негізінде мемлекеттен берілетін көмектер өте көп. Бірақ та оның барлығы ашық түрде барлық жерде жарияланбаған. Өзінің сайтында ғана көрінеді, және де оған қолжетімділігі қаншалықты қолжетімді екенін оны ояққа былай айтқан кезде заявка берген адам ғана біле алады да, ал біз жалпы ояқты беріп көрмегеннен білмейміз, оның процесс қалай жүретінді. Сіздің ойыңызды әрі қарай өрітпес бұрын мен студияға келген кәсіпкер Назгүл Мағжанды таныстырып жүрген. Кеш жарық, қош келдіңіз. Енді біз бүгін экранға беріп қойыңыздаршы, 500 000 оқырманы бар хабардың Инстаграм парақшасында сауалнама жүргіздік. Қарапайым ғана сауалды қойған едік. Шағын және орта бизнесті қалай дамытамыз деп.
оқырмандар не дер екен дедік. Жеңілдетілген несие беру дегенге 45%, тексеруді азайту дегенге 22%, 18% салықтан босату, бұл жайлы ойланып біртіндеп 15% дауыс берген екен. Енді сізді әңгімеге тартқымыз келіп отыр. Назгүл ханым, енді сіз кәсіптің бел ортасында жүрген азаматшасыз ғой. Шағын және орта бизнесті қалай дамытамыз дейтін сауал кешеден бері көптеп талқыланып айтылып та жатыр. Нақты сіздің пікіріңіз, ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ әлде кедергілер төңірегінде ашық айтсаңыз болады. Жаңа шет жағасынан депутат мырзаның айтқан сөзін жалғастыра кетсем, бұл кісі айтып отыр, Қазақ Инвест арқылы, әртүрлі жобалар арқылы мемлекет тарапынан көмек беріледі дейді кәсіпкерлерге. Осы орайда өзіне жаңа бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл жобалар арқылы бізге мысалы қаражаттай, ақшалай көмек берілмейді. Тек жеңілдетулер арқылы, бір льготалар арқылы, бірақ тікелей траншпен бізді қаржыландырмайды. Егер де мысалы басқа кәсіпкерлер тыңдап, бізге де барып, мысалы жүгініп, неге қаражат алмасқа деген теріс бір ой тумас үшін айтып отырмын, нақтылап. Неге берілмейді деп сізден сұрай аламын ба мен? Бұлар қаржылай институттар емес. Даму, мысалы, қаржылай институттың операторы, білмеймін, даму бар ма, жоқ мына жерде. Мысалы, мен өзім жеке кәсіпкер ретінде осы даму арқылы 2 мәрте қаржыландырдым. Енді әрине әр кәсіпкерге олардың жобалары келе бермейді. Көбінесе көбі ренжиді, бізге залоговое обеспечение керек дейді, тағы да енді бізді бір ақша беру үшін бізді көп тексереді дейді. Ол да дұрыс. Өйткені біздің кәсіпкерлердің ортасында да ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, мемлекеттің қаражатыны жымқырып, әртүрлі жолмен жаңағы қаражат тауып, қаражат көзін тауып, сөйтіп напақа табам деген адамдардан сонда бір сақтандыру тетіктері деп білем, жалпы кәсіпкер ретінде. Бірақ шынайы нақты экономика секторында жұмыс істеген кәсіпкер үшін, мысалы, даму арқылы қаржыландыру оңтайлы. Өйткені бір рет мен 6%, 6-5, бір рет 8% арқылы не алдым, қаражат алдым. Ал жаңа Ержан мырза айтып отырған. Мысалы, Қазақ Инвест арқылы мен айта кетейін. Осыдан бір 10 жыл бұрын ба, ол кезде Қазақ Инвест емес, басқа атаумен бұл ұйым болды. Біз Монғолияға Қазақстаннан бір делегация болып бардық кәсіпкерлер. Осылай екі елдің ортасында жаңағы кәсіпкерлікті нығайтамыз, сондай бір қарым-қатынасты нығайтамыз деген мақсатпен. Бізге айтты, жолды төлейміз, барған жаңа шығындарыңызды көтереміз. Сосын егер де сол елмен қарым-қатынас орнатып жатсаңдар, біз сіздерге көмектесеміз деген бір бізді үмітпен апарды. Қайтып келгеннен кейін бұл жобалар жабылып қалды. Біз уақытты бүкіл ақша жолға ғана кетті ме? Енді білмеймін, басқа жобалар іске асамыз деген, сондықтан бізде әрине мемлекет тарапынан көмек беріліп жатыр. Әр түрлі бір тетіктер арқылы, қаражат институттары арқылы бізге көмек көрсетіледі. Бірақ соның бәрін ол стратегиялық түрде, жүйелі түрде, ұзақ мерзімде жасалмайды. Мысалы, даму қорының жерде өкілі тұр ғой, бұл кісі енді сөзімді жоққа шығармас. Бұл дамудың да жобалары ұзақ мерзімде емес, солай ғой. Енді ақша жинап, өзіміздің жаңағы тіземізден тұрып, енді даму арқылы мысалы қаржыландырамыз деген бір уақытқа келгенде, мысалы бұлар айтады, біздің жоба биыл іске асып бітеді, сіздер енді жобаға түспей қаласыз, әртүрлі бір себептермен мысалы біз бұндай жобаларға ілесе алмаймыз. Сосын енді мен жалпы нақты сектор экономикасында жүрген кәсіпкерлердің атынан айтып отырмын, өйткені бізде өндіріс бұл бір күндік жұмыс емес. Мысалы, өндірісті қою үшін бізге кем дегенде, енді кәсіпкерлер тыңдайтын болса, 5 жыл керек. Біз ол 5 жыл әне-міне әупірім деп, енді біз табысқа шығам дегенде жобалар жабылып жатады. Осы жағынан ұзақ мерзімді неге жүйелі түрде бұндай жобалар іске аспайды деген менде сауал. Өте орынды сұрақ, Апат ахан, сөз сіздің өзіңізде. Субсидиялардың талаптары бойынша, банағы өңдеу өнеркәсіптері бойынша біз 5 жылға дейін субсидиялаймыз. Қазіргі алынып атқан несиелердің мерзімдері, банкіден алынатын мерзімдері 5 жыл мен 7 жыл төңірегінде. Енді қағидадан бөлек, одан ары қарай ұзарту мәселесі қарастырылуы мүмкін. Мен әзірге оған жауап айта алмаймын. Қазіргі енді бекітілген қағидалар бойынша 5 жыл. Субсидиялар негізі ол кәсіпкер үшін қайтарымсыз. Банағы оған қойылған талаптар орындалса, ол жұмыс орындарын ашса, салық пайызын 2 жылдан төңірегінде 10%-ға өсірсе, экономикалық тиімділігі бар жобалар ашылып,
экспорт пен импортқа алмастыратын товарлар өндірілсе, ол кезде берілетін субсидиялар қайтарымсыз болып келеді. Ержан Мысалы, ұзақ түрде мерзімді, мысалы, өз кәсібім туралы айтсам, енді әркім өз жан айқын айтады дейді. 1 рет қаржы алдық, 2-ші рет алдық қаржы. Енді біз, мысалы, өзімізді осы нарықта кәдімгі өз атымыз бар, өзіміздің брендіміз қалыптасқан сондай фирма. Неге бізге, мысалы, 3-ші рет жүгінгенде, льгота ретінде, привилегия ретінде сондай бір скидка жасамасқа, сондай сауал менде. Қаржыны алған кезде сіздер тегін алып жатқан жоқсыздар, сондықтан сіз айту керек. Иә, біз, мысалы, мен қазір 3-ші рет таяу арада жүгіндім. Бізге қайтып 10-12 жылдық, мысалы 15 жылдық бүкіл жасаған ісіміздің тарихын қопарып, мыңдаған қағаз жинап, соның бәрін дәлелдеп апаруымыз керек. Банкінің өзінің туралы айтып отыр негізінде. Қандай сума туралы айтпай қойын. Банкінің өзінің не үшін сұрап отқаным, жаңа мен айттым ғой, мемлекеттен берілетін жаңағы көмектер өте көп. Қайтарымсыздары бар да. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, оны алу қиын деген сияқты. Мысалы, Казиндастри. Сіз егер жаңағы айтып отырсыз ғой, өнеркәсіппен айналысамыз деп. Егер де сіздер бір затты шығаратын болсаңыздар, мысалы, кішігірім завод дейікші, заводыңыз болатын болса, сізде екеуіңізде де, мысалы, айтайық, заводтарыңыз бар. Екеуіңізде Казиндастрға келдіңіздер, документтеріңізді өткіздіңіздер. Енді біреуіңіз ұтып аласыздар. Жаңағы басында былайда олардың несі бойынша айтса болады. Талаптары бойынша, иә. Екеуіңізде өз қаражаттарыңызбен кәсіптеріңізді үлкейтулеріңіз керек, жұмыс орнын үлкейтулеріңіз керек, және де соның арқасында жаңағы производствоны көбейтуіңіз керек. Енді екеуіңіз келдіңіздер, қатыстыңыздар. Біреулеріңіз өтесіздер, жаңағы критериялары бойынша, талаптары бойынша. Екіншіңізде 1-2 критерий өтпей қалуы мүмкін. Енді айтайық, сіз ала алмадыңыз, екінші кәсіпкер алды. Енді екінші кәсіпкер алды, ол өзінің жаңағы 40%-ын қайтарып алды, шығарған шығынның 40%-ын қайтарып алды да, ары қарай салықты көбейтті. Ол ақша қалай қайтады, мысалы, мемлекетке қалай пайда түседі? Депутат мырза, Казиндастри арқылы алған бір кәсіпкерді көрсетіңіз. Қазір мен сізге айтып болайын да, ол кәсіпкерлер бар ондай. Просто оны көбісі біле бермейді. Енді қараңыз, бұл кісі алды, ары қарай жалғастыра береді. Екеуіңізден разница жоқ. Мен не үшін оны айтып отқаным? Бұл кісі де жұмыс орнын ашты, мысалы, 1000 орын болса, 1500 орын қылдырып ашты да, сізде 1000 орын болды, 1500 аштыңыз. Өз қаражатыңыз салдыңыз, өз қаражат салды. Бірақ салған қаражатының 40%-ын қайтарып алды да, ары қарай жұмысын жалғастыра берді. Бірақ сізде ертең қайтара аласыз, бірақ та қайтару уақыты созылады. Көрдіңіз ба? Енді бұл жерде айтқым келгені, үкіметтен жаңағы берілетін көмек біреуге талаптарды орындаған үшін беріледі, екіншісін талаптарын аяғына дейін орындамаған үшін берілмеуі мүмкін. Бірақ та бұл жерде мен жаңағы егер сол қалайтса болады, министрліктің адамдары болған кезде сұрақ қоя алатын едік те, не себепті екінші тарапқа ондай жаңа қаражат бөлінбеді. Немесе қандай критерийден өтпей қалуы мүмкін деген сияқты. Жаңа сіздің де сұрағыңыз, менде де өзімде бар. Жалпы бұл туралы мен мәжілісте 8-ші қазанда жиналыс өткізбекшімін, дөңгелек стол. Сол жерде ол сұрақтар қоямыз міндетті түрде. Бірақ қазіргі уақытта ол осындай несі бар. Жақсы, көмегі шақырыңыз, бар бізде де сұрақтар бар, сауалдар бар. Ол туралы сіздер мысалы білмеймін деп отырсыз. Енді білмеймін дегеннен шығады, президенттің аузынан кеше шықты. Бізде қазір қолдау шараларының 100-ден астам түрі бар дейді. 100-ден астам түрі. Бұдан білікті маманның, бірақ дейді, мұны анықтау кезінде сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы қайда ол көмектер деген сияқты. Президент айтады, білікті маманның өзі білмейді дейді, қай жерде жатқанын оны. Себебі ашық жарияланбайды, мемлекеттік шаралардың қаншалықты тиімді өтіп жатқанын мұқият тексермейтін болсақ, ол 100 қолдаудан не пайда деген сұрақ туындамай, Бауыржан мырза, не айтасыз? Иә, бұл жерде негізінен бірізділік жоқ, оны мойындауымыз керек. Өйткені жаңағы Ақбота ханым айтып отырған осы уақытқа дейінгі шағын және орта бизнесті аяғынан тік тұрғызамыз деген қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бар. Оның алдындағы бизнестің жол картасы деген сияқты саны бар, сапасы жоқ, шыны керек. Енді қазір қайтадан жинақтап, енді осының бәрін әзірлеп отырған күн бірінші кезекте біз жаңағы мына ақша қаншама мемлекеттік ақшалар аударылғаннан кейін, енді оның басында кім тұрды, кімдер үшін жасалды деген сұрақтыра қоя кеткен дұрыс сияқты. Сұрау болу керек дейсіз. Сұрау болу керек. Ұлттық экономика министрлігі егер де осы экономиканың, ұлттың экономикасының дамуына бірден бір әзірлеуші орталық атқарушы орган болатын, соның басшылары бірінші кезекте солардың өздерінің сәтсіз аяқталған бағдарламалары үшін бірінші кезекте кешірім сұрау керек. Біз онда айтта көріп отқан жоқпыз. Ол бірінші деп айтайық. Екіншіден, мына қазіргі
заң қабылданайын деп жатыр, салық кодексі туралы да кеше айтты. Сонда бір ғана статистиканы айтсам, мен жағамды ұстадым кеше. Жалпы біздің бюджеттің кіріс көздері 20 триллион теңгенің маңайында екен. Соның ішіндегі 3-тен 1-і, яғни 7 миллиард 7 триллион теңгені біз мынау салықтық жеңілдіктер есебінен ала алмай қалады екенбіз, яғни бюджетке түспейді. Яғни салықтық жеңілдіктер де бар, жаңағы айтылып өткен даму қорлары сияқты мемлекеттік қаржылар арқылы субсидияланатын басқа да несиелік жеңілдіктер бар. Бұл айтқан кезде мемлекет тарапынан ақшалар бөлініп жатыр. Бұл жердегі ең үлкен мәселе осыны жаңағы халыққа дұрыс беру механизмін орталық атқарушы органдар болмасын, ақшаны тікелей жүзеге асыратын операторлардың да кінәсі бар. Сол үшін де бұл жерде мен егерде кәсіпкерлікпен айналысқым келетін болса, мен жаңағындай қай орган береді, ол қандай талаптарға береді деген сұрақтан гөрі, маған ол бір өте бизнес ашу деген маған жеңіл болу керек. Сол жеңіл болу үшін негізгі мақсат соған қарай жұмсау керек. Яғни қай жерде қандай проценттік ставка төмен, жоғары дегеннен гөрі мен жаңағындай мемлекет тарапынан менің жұмысымды тек қана несие беріп, әрі қарай тоқтатып қалмай, одан кейін оның әрі қарайғы жұмыстарында жалғастыратындай бір инспекторлар болу керек. Мысалға мен толыққанды ол бизнесті білсе де, ол заңды білмеу мүмкін, басқа да бәсекелестік саланың маманы болмауы мүмкін. Сол үшін де біз әрбір кәсіпкердің соңына дейін оның әрі қарайғы мықты бюджетті қалыптастыратын салық төлеуші болғанға дейінгі жұмысты жалғастыратындай да механизмдер болу керек. Ол енді мен Ақбота ханымға сұрақты қою мүмкіндік болса сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы дамудың осы шағын бизнестегі үлесі қандай? Басқа банктерден қараған кезде қанша пайыз сіздер, немесе Астана қаласы бойынша айта аласыз ба? Бір 5%, 10% шағын және орта бизнесті біз несиелендік деген сияқты. Содан кейін барып әрі қарай тағы бір екі сұрағым бар. Мен қор бойынша айтып өтейін, осы жыл басынан бері 14 мың жобаға мақұл берілген, қолданған. Даму қорының құралдары қазіргі таңда, қазіргі уақытта өте сұранысқа ие болып келеді. Себебі көп кәсіпкерлер несиені нарықтық пайызбен ала алмайды. Нарықтық пайыз қанша сіздер? Нарықтық пайыз қазіргі күнде 19-25 болып келеді. Ол 19 пайыздың бана кәсіпкер 9-8% өзі төлейді, қалғанын біз субсидиялаймыз. Қызмет көрсету саласында 3 жылға дейін, өнеркәсіп өңдеу саласында 5 жылға дейін. Сұрағыңызға жауап алдыңыз. Онда мынандай сұрақ, енді сұрақ болған кезде жаңағыдай ұсыныс деп айтуға бола ма? Енді даму қоры негізінен ол енді тек қана несиелендірумен ғана емес, ол қаржылық емес те қызметпен айналысады. Яғни енді сол жағынан да сіздердің бұл енді мемлекеттік қор болғандықтан, мемлекеттің бюджетінен қаржыландырып отырғандықтан бір белсенділік артса екендігі. Өйткені мен де осы жоғары мектептің, яғни университеттің оқытушысы ретінде айтқым келіп отыр. Нақты сұрақ қойсақ болады. Студенттеріміз барған кезде олар жаңағы әрі қарайғы бір толық ақпаратты ала алатындай жағдай жасаңыздар. Көбінесе жаңағыдай дамуға барып, салдар суға кетіп қайтып атады. Осы жағында бір ұсыныс ретінде айтып келіп отырсыз. Мен келіспеймін сізбен. Енді үнемі мысалы дамумен жұмыс істейтін кәсіпкер ретінде қайта мысалы бізде жаңағы бір терезелік жүйе қалыптастырамыз деген Атамекен палатасы бар. Аяққа тұрған кәсіпкерсіз ғой. Иә, сіз мысалы Атамекенге барасыз. Атамекенмен дамуды енді салыстыру дұрыс емес шығар, бірақ осы орайда енді басқа салыстыратын институт жоқ. Сондықтан даму мен Атамекенді салыстырғанда, дамуға барғанда телефонмен хабарласасың ба, тікелей барасың ба, үнемі есіктері ашық, кәдімгі компетенциялық түрде жоғары компетенциялы саған консультация береді. Екінші жағында айтыңыз онда. Иә, бірақ Атамекенге барғанда компетенция жағынан, мысалы, жеке өз басым бірнеше рет бардым, кәдімгі бір қарапайым сұрақтарға мамандары жауап бере алмайды. ТО мен ИП-нің ортасына ажырата алмайтындар. Сосын салық салу түрлері бар, әртүрлі сұрақтар бар ғой, соларға жауап бере алмайтын, мысалы, кейде мамандар кездесіп жатады. Мен ойлаймын, жалпы ондай кәсіпкерлерге көмектесеміз деген дүйім үлкен институтты құрғаннан кейін Атамекен сияқты, олар бізді қай уақытта іздейді? Жылдың аяғында жарына төлеуге ғана іздейді. Міндетті түрде, мысалы, бізге ай сайын хат келеді, жарынан төлеңдер. Соңғы бір жыл болды, мен оларға қайта хат жаздым да, бізге қалай көмектестіңдер? Пандемия кезінде бізге көмек аса болған жоқ. Бұлай біздің мүддемізді қорғап жатқан ол жоқ.
Сондықтан осы орайда мысалы дамуға қатысты мен айтар едім, қанша рет жүгіндім, маған кәдімгі кәсіпкерді қанағаттандыратындай жауап береді Яғни олар. Нәзгүл ханым, сіз үй өртеніп кеткеннен кейін ертеңінде бір шелек сумен келіп тұрған маған қажет емес дейсіз ғой. Мен Жақсы. қосып кетейін. Иә. Даму қорының филиалдары республикамыздың барлық қалаларында бар. Сол жерде қызметкерлер кеңес береді толыққанды. Өзгерістер болып жатса, қандай да бір мәселелер бойынша туындап жатса, әртүрлі жиналыстарда талқыланады. Себебі атамекеннің Яғни келген адамға Бауыржан мырза айтады, келген адамға толық консультация береміз дейсіз ғой. Береміз. Қандай банкіге бару, қандай ешқандай сұрақ жоқ. Мысалға қазір сіз айтып отырсыз ғой, Бізде студенттер 40 секунд қалыпты. Иә. Студенттер бойынша негізінде бізде қайтарымсыз гранттар бар ғой. Ол туралы айтылған жоқ қой. Иә, облыс әкімдерінің әкімшіліктен, фонд науки деген бар. Каз Innovation бар. Солардың әрқайсысынан егер де қазір қаражатын айтатын болсам, Каз Innovation'да 800 миллионға дейінгі гранттар бар. Ол туралы ақпарат бар ма, сізде жоқ па, тоже білмеймін. Иә, енді бұл біздің мынау шағын және орта бизнес дамытуға қатысты бағдарламамыздың бірінші бөлімі деп айтсақ артық болмайтын шығар. Себебі алдағы уақытта сіз айтып отырған бар гранттардың өзін дұрыс насихаттау, ашылмау, оның ар жағында кімдер, және де сіз айтқан азаматтарды осы жерге шақыра отырып тағы бір талқыласақ дейтін ұсынысым бар. Бүгінге келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қадірлі көрермен, бүгінге осы, хабарда болыңыздар.